бұл жерде мен айтайын деп тұрғаным мына именно прокладка жөнінде да. Мен мына прокладканы мына мотордың майын тоқтату үшін қалай екі прокладканы бірге саламыз деп олында видеороликтерде көрсеткен едім ғой. Енді в общем бұл көлік осыдан 1 ай ма 2 ай ма бұрын головка прокладкасы ауысқаннан кейін сол жердегі көкеміздің қателескен қатесін айтайын да, қалай шешіп алғанын ұмытып қалған ғой мына прокладканы. И сонымен мына гелевый прокладканы үстіне қойыпты, паранит прокладканы астына жіберіпті. Мен міне мынаны салған кезде мына именно гелевийдің ішіне кигізіп салған едім да. Вот бұл жерде бұның бәрі неден шығып отыр дейсіздер ғой, бұның бәрі ұқыпсыздықтан шығып отыр ғой. Сіз в общем басында машина ремонтқа қалай келеді, сіз мән бермейсіз, қалай болса солай шешіп тастайсыз. И сонымен салатын кезінде ұмытып қаласыз. И сонымен жүресіз да. Сөйтіп анау келіп әңгіме айтады, мынау келіп әңгіме айтады. Сонымен әйтеуір уақыт өтіп жатыр де. Бір қолмен кішкене ыңғайсыздау да. Бұл өзі. Так, в общем, мәселе солай. Құрметті ағайындар. Газель мен УАЗ автокөлігінің мекеніне жақында қайтып келетін боламыз. В общем, мәселе сондай. Мен осы YouTube каналда, TikTok каналда ашқалы бері газель жөнінде неше түрлі лайфхактар қалдырамын, неше түрлі видеолар салып отырамын. Бірақ как-то бізге әлі болса ондай заттар қызық емес екен. Неге десеңіз, просмотр жоқ. И сосын анау подписчик просмотры бәрін сатып алуға болады. Менен кейін канал ашқанның бәрі сөйтіп сатып алған. Мен болса кішкене өзімнің күшіммен бәрін жинағым келеді да. Вот мәселе сондай. Менің YouTube каналым мен TikTok каналым не үшін дамымай жатыр деген жерге келетін болсақ та. Так, кеттік әрі қарай. Енді в общем патрубкілерді ағытып бастаймыз. Қазір головканың түгел болттарын 22-ні 19-ды бәрін босатып шығатын боламыз. Мәселе в общем 4-ші цилиндрден су кеткен. Так, в общем айтқанда еще майға да кеткен. Поршының бетінде су жатыр. Бұл в общем 92-лік блок, яғни айтқанда 24 баяғы стары ескі Волганың блогы. Мына жерін азық кішкене модернизация, рестайл жасаған. Бұл жерінде заводской негізі қағаз фильтр тұратын еді. Так, мәселе сондай в общем. Жұмысымызды аяқтадық. Ертең енді головканы токарьға апарып тегістетіп, полный дайындап қояды. Ертең кешке алла берсін нәсіп етсе, жұмыстан шығып, қайтып келіп салып, қыздырып беріп кететін боламыз. Так, бәріңізге рахмет. Кімде-кімге видео ұнаған болса, лайк басып, тіркелмегендеріңіз каналымызға тіркеліп кетіңіздер. Так, сосын, в общем, жаңа гильзаның размерін айтып кеттім ғой, бұл жерде 92-лік гильза тұр. Так, в общем, айтқанда газель Next айдайтын Evotec мотормен жүрген жігіттердің құлақтарына алтын сырға. Дәл осы гильзаны алып алып, Evotec моторына салуға болады, токар жонт береді. Мынау 92, мынау өзінің размері. Так, осыны 96-ға, 95-ке жонады. 95-96-ның жобасында жонады. Сол кезде сізде Evotec моторыңызға осы гильза бірге-бір сәйкес келеді. Бұл осыны 24-дің гильзасы, чем Evotec'тің қазіргі гильзалеріне қарағанда азап кішкене мықтылау келеді. Сол жағынан мен айтып отырмын. СССР-дің кезінде дүниені жасаған орыстар әрі қарай дамыта алмаған ғой. Бәрін в общем орысқа аударып тастайсың ғой, не болса да. По-любому бұл да бір орыстың боғы ғой.